Мен Жоламанова Нұрғатипа Серікжанқызы, Аягөз қаласының тұрғынымын. Жеке кәсіпкермін. 7 айдан асты мен осы нано бальзам өнімін қолданып жүрмін. Менің осы нано бальзамға алып келген осы компанияға Айгүл апай. Және де менің сіңілім 2019 жылдың январ айында қатты ауырып больницаға түсіп, осы жерде бір жұмада 2 операция жасап, рак 3-ші стадия болған. Содан 5-ші айда қайтадан ауырып, Семейге барып, 3-ші операция жасатып, сол кезде биопсия алып, тексерген кезде рагы қанның құрамында болмай, барлығы жақсы болып шықты. Мен біріншіден бұл Алланың арқасында, екінші осы нано бальзам мен Павлов концентраттың арқасында деп ойлаймын. Және ешқандай химияға барған жоқ. Осы ауырып операциядан шыққан күннен бастап біз осы нано бальзам менен Павлов концентратты беріп отырдық. Біріншіден Алланың, екіншіден осы нано бальзамның арқасында қазір жағдайы жақсы. Бүгінгі күні міне өзі Алакөлде демалып жатыр. Жағдайы жақсы. Үйінде басқа да ештеңе қолданбайды. Осы нано бальзам Павловты қолданып отыр. Енді міне қосымша иммунолюксті алып, соны берейік деп отырмыз. Рахмет айтам осы компанияға. Өте жақсы өнімі. Өзім де ішіп жатырмын осы нано бальзамды. Туған туысқандарымыз да ішіп жатыр. Дума мырзаға рахметімді айтамын. Осы сіңілім ауырғаннан бастап осы кізге звондап, ақылымды сұрап, осыны ішсінші, осылай ішкізіңізші деп ақыл кеңесін беріп, соның арқасында қазір барлығы жақсы.